Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін картоптың шашымызға пайдасы туралы айтып кетейін. Картоп тек тағам емес, сонымен қатар табиғи косметикалық құрал ретінде де қолданылады. Оның құрамындағы дәрумендер мен минералдар шашқа пайдалы әсер етеді. Міне, картоптың шашқа бірнеше пайдаларын айта кетейін. Бірінші, шаш өсіруге көмектеседі. Картоп шырыны қан айналымын жақсартады. Бұл шаш фолликулаларын қоректендіріп, шаштың өсуін тездетеді. Екінші, шашты түсуін азайтады. Картоптағы В тобының дәрумендері мен темір шаш түсуін азайтуға көмектеседі. Үшінші, шашқа жылтыр береді. Картоп шырыны шашты табиғи түрде жұмсартып, жылтыр етеді. Төртінші, құрғақ және сынғыш шашты емдейді. Крахмал С дәрумені құрғақ шашты ылғалдандырып, құрылымын жақсартады. Бесінші, картоп шырыны қабынуға қарсы әсер беріп, қышуды, қайызғақты азайтады. Қолдану тәсілдері: үйде маска жасау үшін 1-2 дана картоп, 1 ас қасық алоэ вера гелі, 1 шай қасық зайтүн немесе кастор майы. Дайындалу жолы: картопты үккіштен өткізіп, шырынын сығып алыңыз. Екінші, басқа ингредиенттермен араластырыңыз. Үшінші, қоспаны бас терісіне және шаштың ұшына қарай жағып 30-40 минутқа қалдырыңыз. Төртінші, сосын жылы сумен және жұмсақ сусабымен жуып тастаңыз. Аптасына 1-2 рет қолданылуға болады. Құрғақ және сынғыш шашқа арналған маска: 2 ас қасық картоп шырыны, 1 ас қасық зәйтүн майы, 1 ас қасық жұмыртқаның сарысы. Осы 3 қоспаны жақсылап араластырып, басымызға 30-40 минутқа жағып қоямыз. Сыртынан салфан пакет киіп, шашымызды орап, жарты сағаттан кейін жылы сумен және сусабымен жуып, бальзамдап, шайып тастаймыз. Үшінші, маскамыз тез майланатын шашқа арналған. Оған 2 ас қасық картоп шырыны, 1 ас қасық лимон шырыны, 1 шай қасық бал қажет болады. Үшеуін жақсылап араластырамыз. Шаштың түбіне жағып 20-30 минут ұстаймыз. Сосын жылы сумен жуып, шайып тазалаймыз. Оның әсері майлылықты азайтады, бас терісін тазартады. Және де төртінші маскамыз шаш түсуіне қарсы маска. 3 ас қасық картоп шырыны, 2 ас қасық алоэ вера гелі, 1 шай қасық кастор майы. Үшеуін жақсылап араластырып, бас терісіне жақсылап ұқалап жағамыз. 30-40 минуттан кейін жақсылап жуып, шампундап, бальзамдап, жуып шайып тастаймыз. Әсері шаштың түсуін азайтады, өсуін жылдамдатады. Бесінші маскамыз шашты тез өсіруге арналған маска. 2 ас қасық картоп шырыны қажет болады, 2 ас қасық пияз шырыны, 1 ас қасық кокос майы. Осының жақсылап араластырып, бас терісіне ұқалап жағып 30 минут ұстаймыз. Иісі күшті болса, сусабынды 2 рет қолданыңыз. Әсері қан айналымын күшейтеді, шаш өсуін тездетеді. Басымызға, шашымызға қосымша кеңестер: шашымызды тым жиі жумаймыз. 2-3 күнде 1 рет жусақ жеткілікті. Шашымызды тым ыстық сумен жумаймыз. Сәл жылы сумен жууға тырысыңыз. Майлы шашқа арналған сусабынды қолданыңыз. Күкірт, шай ағашы майы бар болса жақсы. Мен сіздерге тағда үй жағдайында майлы шашқа арналған табиғи сусабын мен шөптер тұнбаларын ұсынғым кеп тұр. Оның біріншісі үйде жасалатын табиғи сусабын майлы шашқа. Ол үшін 2 ас қасық қара ұнтақталған қыша, горчица, 1 шай қасық лимон шырыны, 1 стакан жылы су. Дайындалуы: қышаны жылы суға араластырып, сұйық қоспа жасаңыз.
лимон шырынын қосыңыз. Осы қоспамен шашыңызды жуыңыз. Көбік болмайды, бірақ майды жақсы кетіреді. Сосын жылы сумен жақсылап шайыңыз. Нәтижесі: шаш майлы болудан қалады, көлемі артады. Шашты шаюға арналған шөп тұнбалары: аскөк пен түймедақ, ромашка тұнбасы да. Құрамында 1 ас қасық түймедақ, 1 шай қасық кептірілген аскөк, 500 мл қайнаған су. Шөптерге қайнаған су құйып, 20-30 минут тұндырыңыз. Сүзіп алып, шашыңызды жуып болған соң, осы тұнбамен шайыңыз. Майлылықты азайтады, шаш жеңіл әрі жылтыр болады. Б. Емен қабығы дейді. Дубовая кора тұнбасы. 1 ас қасық емен қабығы, 2 стакан су. Дайындалуы: емен қабығын 10-15 минут қайнатыңыз. Суытып сүзіңіз. Шашыңызды жуып болған соң, осы суға шайыңыз. Бас терісіндегі май бездерінің жұмысы бәсеңдейді, қайызғақты азайтады екен. Мінекей достар, майлы шашқа арналған және де шаш түсуіне қарсы картоптың өте пайдасы көп екен. Үй жағдайында қолданып, керегімізге жаратайық.